Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сәлеметсіз. Көңіл күйлерің қалай? Тамаша. Бүгінгі көңіл күйлеріңді қандай табиғаттың құбылысына теңер едіңдер? Неге айта қойшы? Менің көңіл күйім күн сияқты, ашық және жылы. Мерейдің көңіл күйі күн сияқты екен. Тамаша. Келесі кім айтады? Айта ғой, Ерғанат. Менің көңіл күйімді әппақ қарға тілеймін. Көңілім ақ, достарыма бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Тамаша, керемет тілегі. Келесі Асылай айта қойшы. Мен көңіл күйімді жаз мезгіліне ұқсап тұрмын. Көңілдім. Жаз мезгіліне ұқсап тұрсың ба? Өте көңілді. Жақсы, жарайсың. Олай болса балалар, қол соғу тренингі арқылы бүгінгі сабаққа деген белсенділіктеріңді байқап өтейін. Мен бір нәрсені айтқанда келісетін болсаңдар қол соғасыңдар, келіспейтін болсаңдар қол соқпайсыңдар. Түсіндік па? Иә. Бүгін мен керемет ұйықтадым. Мен мысалы керемет ұйықтадым. Жақсы. Бүгінгі сабаққа дайынмын. Маған қыс мезгілі ұнайды. Жақсы. Мен бүгін ерекше нәрсе үйренгім келеді. Достарымды көргеніме қуаныштымын. Жақсы, тамаша. Өткен сабақта үйге қандай тапсырма беріліп еді? Айта ғой. Үйге сылаудың түрлерін жаттап келу берілді. Жақсы, жаттап келдік па? Дайынбыз ба? Иә. Балалар, бүгінгі үй жұмысын боулинг ойыны арқылы, яғни шылаудың түрлерін табу арқылы бағалаймыз. Дайынбыз ба? Иә. Дайын болсақ бастайық. Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ, шылаудың неше түрі бар? Асылай айта қойшы. Шылаудың неше түрі бар? 3, 2, 4. Менің ойымша дұрыс жауап 3. Қандай үш түрі бар? Атап өтші. Шылаудың 3 түрі бар. Жалғаулық, септелік, демеулік. Тексеріп көрейік. Кәнеке үш түрі бар деді Асылай. Өте жақсы дейді Асылайдың жауабы. Дұрыс па екен балалар? Дұрыс екен, иә? Келесі сұраққа көшеміз. Келесі сұрақ. Кім оқиды? Кім дайын? Таңғаулықты қатынасты білдіретін жалғаулықтар сол себепті және немесе бұл жердегі дұрыс жауап немесе. Дұрыс жауап немесе дейді. Тексереміз Кәусардың жауабын. Керемет дейді. Дұрыс жауап екен, иә балалар? Иә. Келесі сұрақ. Келесі сұраққа дайын болсақ, бастаймыз. Кім айтады Кәнекей? Егер де жалғаулықтың қай түріне жатады? Кезектес, қарсылықты, шарттық. Жауабым? Кезектес деп ойлаймын. Кезектес деп ойлайды екен Хасан. Жауабын тексеріп көрейік балалар. Кезектес дейді. Ой, Хасанға ойлан дейді. Дұрыс емес екен. Қайтадан жауап береміз ба? Иә. Ойланып. Ой, апай қателескеттің, шарттық болады. Шарттық болады дейді. Хасанның жауабын тексеріп көрейік. Шарттық. Мінекей, енді жарайсың Хасан. Енді дұрыс жауап болды. Келесі сұрақ көреміз. Келесі сұрақ бізде кезектес қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Кім айтады? Шарттық айта қойшы. Кезектес қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Алайда біресе сондықтан дұрыс жауап біресе. Шарттықтың жауабын тексерейік. Дұрыс жауап біресе дейді. Дұрыс жауап дейді. Жарайсың шарттық. Келесі сұраққа дайынбыз ба балалар? Иә. Келесі сұрақ бізде. Кім дайын? Кім қатынасты білдіретін жалғаулықтар дегенмен сол себепті да де. Менің ойымша дегенмен. Тексерейік. Раянның жауабы тамаша жауап екен. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы ұлттық құндылыққа тәрбиелейтін гаджеттер. Сабағымыздың оқу мақсатына негізделген сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады,
бақылайды, шылау түрлерін ажырата біледі. Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге үлес қосады. Бүгінгі сабағымыздың ғибратты сөзі. Кімде-кім халқынан алмаса тәлім, оны үйрете алмас ешбір мұғалім дейді. Егер адам өз халқының тәлім тәрбиесін, рухани құндылықтарын бойына сіңірмесе, оны сырттан ешкім, тіпті білікті мұғалімдер де толық үйрете алмайды. Бұл ұлттық тәрбие мен мәдениеттің орнын ештеңе баса алмайтынын көрсетеді. Бұл ойдың негізгі идеясы халықтық тәрбие мен ұлттық мәдениеттің адамның рухани қалыптасуындағы орны ерекше екенін көрсету екен. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Бүгін қаңтардың оқулықтағы бірінші тапсырма, тыңдалым тапсырмасы. Фатима Құзыбақова, Гүлдерхан Досымова. Ұлттық құндылықтар әрбір ұлттың болмысында ғасырлар бойы атадан балаға мирас болып келе жатқан адамгершілік қағидаттары. Ғасырдан ғасырға жеткен халықтың қазынасы тілі, ділі, салт дәстүрі, әдебиеті мен өнері барлығы ұлтымыздың рухани байлығы. Сол құндылықтардың арқасында біз өзіміздің халықтық қалпымызды сақтап, әлемге танылып отырмыз. Кешеден бүгінге сол құндылықтарымыз қалай жетті? Технология шарықтап дамыған заманда ертеңгі күнге жеткізе аламыз ба? Тыңдалым тапсырмасын мұқият тыңдадық па, балалар? Түсіндік па? Олай болса, тапсырманы орындайық. Сөйлеушінің сұрағына жауап беріп, мәтінді аяқта. Мәтінде ұлттық құндылықтар мен қазақтың салт дәстүрлеріне ерекше назар аударылған. Қазақтың ұлттық салт дәстүрлері мен ертегілерге және де тыйым сөздері айтылған. Осы арқылы ұлттық құндылықтардың ұрпақтан ұрпаққа жеткізе аламыз. Жақсы, жарайсың Кәусар. Жақсы жауап берді. Балалар, екінші тапсырма, айтылым тапсырмасын орындайық. Өзің үшін ең басты 3 құндылықты ата дейді. Хасан айта ғой. 3 құндылық. Денсаулық, байлық, білім. Денсаулық, байлық, білім дейді. Жақсы. Тағы да кім айтады? Ерғанат айта қойшы. Туған жер, салт дәстүр, тіл. Туған жер, салт дәстүр, тіл дейді. Тамаша. Келесі. Раян айта қойшы. Сен үшін ең басты 3 құндылық не? Ата-анам, тәнімнің саулығы, достарым. Жақсы, ата-анам, тәнімнің саулығы дейді. Яғни денсаулық және достары екен. Тапсырмасы бойынша бағалап кетейін. Хасан, бағдаршам әдісі бойынша бағалаймын. Хасанға Ерғанат және Раян. Біз бүгін шылаудың келесі түрі септеулік шылаумен таныс боламыз. Септеулік шылау түбіртұлғадағы барыс, шығыс, көмектес септіктеріндегі сөздерді меңгеріп, түйдекті тіркес түрінде жұмсалады. Және сөйлемшінде басқа сөздермен байланысқа түседі екен. Енді мысал арқылы түсіндіріп өтейін. Мысалы, отан үшін отқа түс күйбейсің. Бұл жердегі септеулік шылау қайсысы балалар? Үшін. Бұл отан деген сөзбен байланысып тұр, яғни атау септігіне қатысты сөзбен байланысып тұр екен. Келесі, түске дейін 100-ге жуық хат жібердік. Шылау қайсы? Дейін. Дұрыс айтады, дейін. Қандай шылау? Септеулік шылау. Қай септікке қатысты? Барыс септігіне қатысты. Түске деген барыс септігінде тұр. Бұдан әрі оның сөзін ести алмадым. Дұрыс айтады. Әрі шылау. Қандай шылау? Септеулік шылау. Қай септіктегі сөзбен байланысты? Шығыс септігіндегі. Мен әкеммен бірге жұмыс істедім. Бірге. Қандай септеулік шылау. Қай септікке қатысты септеулік? Көмектес септігіне қатысты септеулік шылау екен. Жарайсыңдар балалар. Үшінші тапсырма, оқылым тапсырмасын орындайық. Кім оқиды? Мені оқи ғой.
проблемалық сұрақтар құрастыр. Астаналық кәсіпкер Жанар Мырзағалиеваның балаларды кішкентай кезден ұлттық салт-дәстүрге баулу мақсатында ойлап тапқан электронды оқулығы ақылды қоян деп аталады. Әдеттегі ойыншықтан айырмасы, онда халық ертегілері, мақал-мәтел, абай өлеңдері, тыйым сөздер мен ұлттық атауларға түсінік берілген. Келесі ағай кім жалғастырады? Кім жалғастырады? Райан жалғастыра ғой. Оның тағы бір инновациялық жобасы дана қалам. Бұл қалам 8 кітабымен қоса беріледі. Қаламды кітап бетінде жүргізген бойда мұндағы әріптер, сан алуан ертегілер, балалар өлеңдері қазақ және ағылшын тілдерінде дыбысталады. Енді балалар осы мәтін бойынша проблемалық сұрақ құрастыруға дайын болайық. Балалар дайын болсақ, проблемалық сұрақтарымызды оқиық жазған. Кім оқиды жаңа? Асан бірінші көтерді. Заманауи балаларға ұлттық ертегілер мен мақал-мәтелдердің маңызы қандай? Жақсы сұрақ, иә? Проблемалық сұрақ. Келесі кім айтады? Мери айта ғой. Ұлттық құндылықтарды жаңа технологиялар арқылы қалай тиімді насихаттауға болады? Ұлттық құндылықтарды жаңа технологиялар арқылы қалай насихаттауға болады дейсің? Жақсы. Шаттықтың сұрағына назар аударайық. Электронды оқулықтар ұлттық тәрбиенің ажырамас бөлігі бола ала ма? Ал болады деп ойлайсың ба? Ұлттық. Әрине, әрине бола алады. Жақсы. Оқылым тапсырмасын орындаған оқушыларды смайлик арқылы бағалап өтейін. Хасан, жарайсың. Мери, тамаша жауап. Және шаттық бізде жауап берген жақсы. Жарайсың, шаттық. Ал балалар, енді шылау түрлерін ажырату мақсатында біз сәйкестендіру ойынын ойнайық. Яғни, қай шылау түрі екенін сәйкестендіреміз. Ол септеулік шылау ма, жалғаулы шылау ма? Кім дайын екен? Ал Асылайға сәттілік тілейміз. Мінекей жалғаулы шылау және септеулік шылауды міне шылаулар сәйкестендіруіміз керекпіз. Мені ойымша жалғыз шылауды жай Енді қайсысы болады? Септеулік шылау. Септеулік дейді. Сияқты. Әлі септеулік. Асылай өз жауап беріп жатты. Немесе. Септеулік шылау. Бұрын Жалғаулық шылау. септеулік. Жарайды, өз жауап алайды. Алайда. Жалғаулық дейді. Кейін жалғаулық. Ал Асылайдың жауабын тексерейік. Бір-екі жерден қателескен сияқты. Қазір көреміз қанша ұпай жинапты. Асылай бізде 10 сұрақтың 6-ына дұрыс жауап беріпті. Жақсы. Сәйкестендіру ойыны қызықты ма екен? Иә. Қиын емес. Кім шығады келесісіне? Мерейге сәттілік. Бастаймыз. Менің ойымша, мен жалғаулығы деді. Ал жайында жалғаулығы септеулік шылауға барады. Дегенмен шылауы жалғаулық шылауына барады.
Шлауы. Шлауы. Жақсы. Қара жалғаулығы септеулі шлауы. Септеулі дейді. Жалғаулық шлауы. Көріс септеулі шлауы. Яғни шлауы, жалғаулық шлауы. Әрізді шлауы. Септеулі шлауы. Жақсылап ойландың ба? Иә. Ал онда жауабын Тексерейік. Ой, тамаша болып келе жатырмын жауаптар. Солай ма? Бәрі дұрыс па? Көрейік қазір. 10 сұрақты Мерей неше сұраққа жауап берген екен? 10 сұрақтан 10 ұпай жинады. Жарайсың Мерей. Ал балалар, септеулі шылауларды жақсы түсінсек, жазылым тапсырмасын орындаймыз. Ғаламтордың пайдасы тақырыбында септеулі шылауларды қатыстырып 5 сөйлем жазайық. Кәне жазылым тапсырмасы кімге дайын? Осылайша ғой. Ал, сөйлеміңді оқи қой. Ғаламтор үшін қашықтық кедергі болмайды. Шлау. Шлау үшін Сыза қоясың. септеулі шлау атау септігінде. Атау септігіндегі сөзбен байланысып тұр, иә? Ғаламтор деген атау септігіндегі сөзбен байланысып тұр екен. Кәне тексеріп көрейік, септеулік шлау екен, атау септігіне қатысты септеулік екен. Дұрыс па балалар? Иә. Жақсы, отыра ғой. Кім дайын? Келесі сөйлемге? Неге шыға ғой? Жазамыз. Бұл жердегі септеулі Сөйлеміңді оқи қой. ғаламторда көп отырғаннан гөрі кітап оқыған пайдалы. Мерей айтады, ғаламторда көп отырғаннан гөрі кітап оқыған пайдалы деп. Кітаптың да пайдасын айтыпты, иә? Шлау. Бұл жердегі шлау гөрі шығыс септік тұлғасындағы сөзден соң келіп тұр. Отырғаннан деген шығыс септігінде тұр ма? Иә, шығыс септігінде тұр екен. Дұрыс. Кәнекей гөрі шығыс септігіне қатысты септеулі. Қандай шлау? Септеулік шлау. Жақсы, жақсы түсініпсің. Келесі сөйлем кім жазады? Кәусар шыға ғой. Қатесіз, әдемі жазуға тырысамыз, иә? Оқи ғой сөйлеміңді. Ғаламторда керекті ақпараттармен қатар пайдалы кеңестер алуға болады. Жақсы, пайдалы кеңестер алуға болады екен. Шлау, иә? Қандай шлау? Септеулік шлау дейді. Оның ішінде көмектес септігіне қатысты шлау, септеулік шлау екен. Дұрыс па балалар? Дұрыс екен, отыра ғой. Енді жазылым тапсырмасы бойынша білімдеріңді бағдаршам әдісі бойынша бағалап өтейін. Мерей, жарайсың, шаттық, жақсы, Кәусар,
Өте жақсы. Бүгінгі сабақты балалар шылау түрлерін пысықтау мақсатында, сабағымызды қорытындылау мақсатында бомба ойын арқылы білімдеріңізді тексеріп бағалап алайық. Бірінші сұрақ балалар. Ұлттық құндылықтарды насихаттауға арналған гаджеттердің басты мақсаты қандай? Ұлттық құндылықтарды насихаттауға арналған гаджеттердің басты мақсаты қандай? Дұрыс жауабы ұлттық мәдениетті дамыту және сақтап қалу. Тексерейік. Егер дұрыс жауап болса, онда келесі сұраққа ауысады. Дұрыс па екен балалар? Дұрыс екен. Жақсы, жарайсыз, отыра ғой. Келесі сұрақ бізде. Кім шығады келесі сұраққа? Келесі сұраққа. Асыл шығады. Ұлттық құндылықтарды үйрететін қандай қосымшаны атауға болады? Жауабым? Баласити. Баласити. Тексеріп көрейік асылдың жауабын. Жарайсың, дұрыс екен. Отыра ғой. Септеулік шылау дегеніміз не? Тек қана етістікке қатысты шылау? Тексеріп көрейік шаттықтың жауабын. Жоқ дейді. Ойланып көр дейді. Ал ойландың ба? Септеулік шылау сөздерді байланыстырушы шылау түрі. Сөздерді байланыстырушы шылау түрі дейді. Кәнекей тексерейік шаттықтың жауабын. Тамаша дейді. Енді қателеспеуге тырысайық. Отыра ғой. Үшін септеулік шылау қандай мағына береді? Себептік немесе мақсаттық мағына береді. Жарайсың. Ал бүгінгі сабақтың өтілуіне байланысты, түсінгенімізге байланысты маған кері байланыстары керек. Ол кері байланысты мына тақтада тұрған QR код арқылы беріңіздер. Кері байланыстар түсіп жатыр мына жерге. Ал бүгінгі сабақ бойынша кері байланыстармен танысайық. Раян айтады, бүгінгі сабақ өте керемет болды дейді. Ғаламтордың пайдасы мен зиянын түсіндім дейді. Түсіндік па балалар? Апай өте әдемі сабақ керемет болды дейді. Рахмет сендерге. Сабақ қызықты өтті. Ұнады. Апай сізге рахмет дейді. Сабақ көңілімнен шықты дейді. Сабақ әсерлі болды дейді. Рахмет сендердің сабаққа белсене қатысқандарың үшін рахмет. Және сендерді бағалап өтейін. Мерей, Асылай бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысып отырған. Кәусар, Шаттық өте жақсы деген бағада. Ал Раян, Асыл, Хасан, Аяжан жақсы деген бағамен бағаланасыңдар. Үйге оқулықтағы 146 еңбектегі 8-ші тапсырманы орындап келеміз. Сау болыңдар балалар. Сау болыңдар.